Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын әрі оңай дайындалатын печеньелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Қант қосамыз. Лопатканың көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. 100 грамдай қаймақ қосамыз. Қаймағымыздың майлылығы 15-20% болғаны жақсы. 1 жұмыртқа қосамыз. Барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Разрыхитель қосамыз. Аз-аздан ұн сала отырып араластыратын боламыз. Қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр елеп аламыз. Дайын болған қамырымызды 20 бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай осылай домалатып шығамыз барлығын. Әр бөлігін жұқалап жайып кесіп шығамыз. Енді салмасына өз қалауыңыз бойынша салсаңыздар болады. Вареный сгущенка, джем немесе шоколад салсаңыздар болады. Дайындап алған печеньелеріміздің бетіне қалауыңыз бойынша жұмыртқаның сарысын жағып шықсаңыздар болады. Печеньелерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньелеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әрі оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.